Құрметті қауым, біз Самарқан қаласындамыз. 2025 жылдың 18 мамыры бүгін. Күн ыстық, міне Самарқанда 34 градус болып тұр екен. Туристік агентствомен келдік. Туристермен бірінші болып тоқтағанымыз Гүр Әмір кесенесі. Гүр Әмір кесенесі, яғни орта ғасырлық кесене болып есептелінеді. Және Гүр Әмір, яғни Әмір Темір, қазақша аты Ақсақ Темір. Яғни қазақтар оны Ақсақ Темір деп біледі. Орта ғасырдағы ұлы қолбасшы болған, бүкіл Орта Азияны биледі десем болады. Өте мықты қолбасшы. Осы Самарқан қаласында дүниеге келіп, қайтыс болғаннан кейін Самарқан қаласында жерленген. Әмір Темірдің немересі Ұлықбек атақты астроном, телескопты ойлап тапқан адам. Оның да осы жерде обсерваториясы бар. Біз келіп, мінекей, өте тамаша кесене. Осындай жағасы, мынандай нелер, ағаштар, қалың парк бар екен алдында, мінекей. Өте керемет. Сондай көрініске куә болып тұрмыз Самарқан қаласында. Және де мұнда туристер өте көп келеді екен. Өте көп келеді, басқа елдерден, басқа мемлекеттен туристер келеді. Бізбен бірге Қырғызстаннан келді адамдар. Және Ресейден, тағы да басқа елдерден көптеген адамдар келіп жатыр. Гүр Әмір кесенесінің өте тамаша көрінісі, яғни ою-өрнек нақыштары бірнеше ғасыр өтсе де сол қалпында сақталынған, және сол кездегі шеберлердің қолынан шыққан, және араб тіліндегі жазулар, яғни Құранның сүрелері жазылған төбе жағына. Осындай керемет көрініске куә болып отырсыздар.